Ассалаумағалейкум, барша Смарт Сауда каналының оқырмандары. Қалдарыңыз қалай? Көптен бері біраз ақпараттар берілмей кетті сіздерге. Бүгін біраз ақпараттармен бөліспекпін. Біздің заказ, яғни Қытайдан заказ беру 12 айдың 20-лары тоқтаған. Енден бастап қайтадан заказ қабылданып жүріп жатыр. 12 айдан бері қарай жаңа жылы бол, Қытайдың шаған жаңа жылы бол, көктем берекесі. Одан коронавирус болды. Соған байланысты шекара біраз уақыт жабылды. Негізі Қазақстан нарығындағы саудагерлер, азаматтар алдырып жатқан тауарлары кешігіп келгеніне байланысты көптеген басқа өңірлерге, яғни Алматыдан тыс басқа өңірлердегі складтар босты. Яғни нарықта тауар өте тапшыл. Қазіргі уақытта шекаралар бәрі ашылды. Жұмыс жасалып жатыр. Тек қана елімізде қазір карантин болғандығына байланысты сауда жүрмей тұр. Алла қаласа алдағы уақытта бәрі ойдағыдай бұрынғыдай жүретін болады. Ал сол кезде не болады? Бір айдай жатқан халық, яғни бұл сауда сатып алумен айналысады, сауда жақсы жүреді. Әрине, бірақ та көптеген тауарлардың тапшылығына байланысты тауардың бағасы да өсуі мүмкін. Сондықтан бұл жерде де бір мүмкіндік тұр. Алдын ала Смарт каналының оқырмандарына ескертерім. Алдын ала осындай орайда мүмкіндікті пайдаланып дайындық жасау керек. Ал ол үшін не істеу керек? Яғни бізде қыстан бастап, яғни көктемнен бастап сатылым тоқтады. Қазір жаз болып, сондықтан жаздың сезондық тауарлары өте сұранысқа ие болады. Сондықтан баршаларыңыз әр өңірдегі өздеріңізге керекті сатылады деген тауарлардың тізімдіктерін дайындап, 1688 таубау сайттардан сенімді, зауатты, сапалы тауарларды реттеп, бағасы лайықты дайын тұрған жақсы. Карантин ашылғаннан кейін арғай заказ беріп, саудаларыңызды жүргізе бересіздер. Оғанға дейін тағы да компьютер білімдерін таргетіп, онлайн әлеуметтік желілермен жұмыс жасауды үйрене білген дұрыс. Бұйырса осы 5 айдың 11-лері ашылады деп жатыр. Әрине, ол толық ашылмауы мүмкін, әр облыс ішінде ашылуы мүмкін. Соған байланысты, яғни Алматы мен басқа қалаларды байланыстыратын боламыз. Ол үшін уайымдамаңыздар, біз салып жетіп реттеп отыратын боламыз. Бізде де қолда бар, яғни барахолкада бар тауарларды сіздерге ұсынатын боламыз. Алдында да ұсындық, бірақ енді бастап жатқан кезде осындай жағдай болып тоқтап қалдық. Әрине, халыққа не сұранысқа ие болса, сол тауарларды біз қолда бар қыпта дайындаймыз. Тікелей Қытайдағы 1688 сайтынан, зауытын алдыратын қыпта дайындайтын боламыз. Сондықтан баршаларыңыз алда келе жатқан бір мүмкіндікті орайды дайындық жасап, сол мүмкіндікті ұстап қалуға ұмтылай ағайын. Өз табыстарыңызды еселеп, арғай өз бизнестеріңізді, өз жұмыстарыңызды бастап кетуге бір мүмкіндік тұр. Сондықтан баршаларыңыз үйде бекер жатпай, осындай уақытта интернетпен, яғни қазіргі уақытта біліп жатсыздар, көп нәрсе интернетке қарай байланысып, солай қарай кетіп жатыр. Алдағы 5 жылдың ішінде ол интернет обязательно басты ролға өтеді. Сондықтан баршаларыңызға айтарым, интернетпен, яғни сол өздеріңіздегі өңірді байланыстыру керек. Ары қарай біз арқылы болсын, болмаса басқа біреу арқылы болсын, арғай жұмыстарыңызды жасап, өз кәсіптеріңізді ашып, яғни өз бизнестеріңізді жасауға мүмкіндіктер бар. Алда уақытта бізде де біз қала Алматыда боламыз. Алматыда қандай да бір тауар керек десеңіздер, тікелей Қытайдан станок, любой тауар алдырғыларыңыз келсе, бізбен хабарлассаңыздар болды. Тағы да және де осы интернетке байланысты, интернетпен саудаға байланысты, Қытаймен бизнеске байланысты сұрақтарыңыз болса, түсінбей қалған жерлеріңіз болса, ұсыныстарыңыз болса, жеке WhatsApp-қа болмаса комментарияға жазып қалдырсаңыздар болады. Мен өзім сіздерге хабарласып, осыған байланысты ақпараттар беріп отыратын боламын.
Тағы да көптен біраз ана жұмыс, мына жұмыс деп көптен ақпараттар берілмей жатыр сіздерге. Алда уақытта, яғни нарықта не сұраныс болса, сол сұранысқа дайын ақпараттардың бәрін сіздерге реттеп, дайындап каналға ұсынатын болам, Telegram каналына да жіберетін болам. Сондықтан баршаларыңыз каналдан алыстамаңыздар, достарыңызбен, туыс-туғандарыңызбен, жақындарыңызбен бөлісіңіздер, пайдалы ақпаратты бөлісіп, ары қарай бірге жұмыс жасаңыздар. Жақсы, бүгінгі айтарым осындай. Сау саламат болыңыздар.